Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын тауықтың видео рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Өте оңай әзірленетін тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ең алдымен тауығымыздың маринадын дайындаймыз. Ол үшін майонез, томатная паста және де зәйтүн майы, тұз, қара бұрыш, татты паприка және де тимин, үгіткіштен өткізілген сарымсақ және де лимон шырыны қажет. Барлық заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Заттарымызды қосып болған соң жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң жуып тазалаған тауығымызға осылай тілімдер жасаймыз. Тауықты жуып болғаннан кейін тауықта су болмауы тиіс. Сол себепті қағаз сүлгімен сүртіп алыңыздар. Сондай-ақ тауықты мен артынан бөлдім, бірақ сіз бұлай бөлмей бірнеше бөлікке бөліп пісірсеңіз де болады. Осылай бірнеше тілімдер жасап болған соң тауыққа маринадымызды жағамыз. Маринадымызды жақсылап жағып шығамыз. Мына жасаған тілімдердің ортасына және де коржысының астына барлығына мұқият жағып шығыңыздар. Сонда маринадымыз жақсы сіңіп, тауығымыз ерекше дәмді болып шығады. Сыртқы бөлігіне жағып болған соң, ішкі бөлігіне жақсылап жағып шығамыз. Жақсылап жағып аламыз. Сондай-ақ бізде маринадтан бір қасықтай қалады. Оны сосын қолданатын боламыз. Әзірше бөлек қоямыз. Маринадтап болған тауығымызды пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Сондай-ақ пищевой пленка болмаған жағдайда іші тереңдеу ыдыс алып, сол ыдыстың ішіне тауығымызды салып, бетін жауып қойсаңыз да болады. Бір сағаттың көлемінде тауығымызға маринадымыз жақсылап сіңіп, тауығымыз өте дәмді болып шығады. Тауығымызды тоңазытқыштан шығарар алдында осылай картошканы жақсылап тазалап, жаңағы қалған маринадымызды салып араластырып аламыз. Менде маринад сәл аздау болып қалды, сол себепті қосымша тұз, тәтті паприка және де тимин қосып шықтым. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң противеньге осылай пергамент қағазын төсеп, картобымызды саламыз. Картошкадан бөлек басқа да көкөністер салсаңыздар болады. Мен картошкадан бөлек сәбіз, қызанақ, тәтті бұрыш, пияз салып шықтым. Көкөністерімізді салып болғаннан кейін пешіміздің решеткасына осылай тауығымызды қойып аламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Егер пешіңізде гриль режимі болса, сол режиммен пісіріп алсаңыздар болады.
Тауығымыз дайын, маринадтың арқасында өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша әзірлеп көруге кеңес беремін. Барлығына ұнайды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ұнаса лайкпен қолдап қойыңыздар. Алдағы жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.